away. 24 жасында қалай мен квартира алдым, соны айтатын боламын. Достар, мен YouTube каналда, яғни видео шығармағыма біраз болып кетті. Қазір мен ақыл айтайын деп тұрған жоқпын. Өзімнің басынан өткен оқиғама айтайын деп жатырмын, қалай үй алғанымды. Ақылсын айтайын деп жатқан жоқпын. Енді жалпы қараңыздар, 24 жаста қалай мен үй алдым. Бірінші, әрине, бұл ниет, Құдайдан ниет еттім, ниет қылдым. Одан кейін армандадым, постоянно адамдарға, достарыма айта бердім, квартира аламын. Шыны керек, бұл 24 жасында ерте аламын деп ойлаған жоқпын. 27-26 деп пландастырып жүрдім ғой. Бірақ та шыны керек, ойымда мен постоянно квартира алу болды. Машина алу мүмкіндік болды, қымбат машина, 12 миллион кредитке болсын. Ой, қойшы деген, керек емес, квартира алайын дедім. Артық заттар алған жоқпын, ақша жинадым, керек болып қалар квартираға деп. Машинамды жаңартпай жүрдім, квартира алып қалар ма деп ше. Кредитный историямды бұзбадым, кредиттер көп алмадым, үлкен суммада наличный кредит. Ломбард микрозаймға жоламадым, ой, құдай қалса квартира алып қалатын шығармын деп. Шыны керек, 3 жылдай жүрдім ала алмай, 4 жылдай. Отбасы банкта істедім, квартира алып қалам деп, 1 жыл, 1,5 жыл істедім. Риэлтор болып істедім 2 жыл. Сол салада істеп алмадым. Кейін құдай қалап, ипотечный компания аштым өзім, ипотека шығарып берумен айналысатын. Сөйтіп жүргенде, яғни бір мүмкіншілік болды, бір программамен шығардым өзіме. Программамен, әрине, бұл жақта әке-шешем де көмектесті. Өзім де не қылдым, өзімнің жинаған қаражаттарым да көмегін тигізді. Яғни солай Алла қалап квартира алдым. Міне квартира, қазір тағы видео шығарып жіберемін. Жалпы осы достар, барлықтарыңыз үйлі болыңыздар. Сіз інілерім келе жатқан артымнан, яғни кім бар дағы достар, үй алу кеш емес, 30-да, 25-ке, 26-да кейін үй аламын демеңіздер. Қазір жасыңыз 10-да ма, 15-те ме, 20-да ма, қазірден әрекет жасай беріңіз. Сіз үй аласыз. Үй алған кезде шыны керек бәрі көмектеседі екен, әке-шешем, туысқандардың. Мына машина емес, үй алып жатыр ғой, үй керек зат қой енді. Сол кезде барлығы өз көмегін тигізеді. Үй алған кезде Құдай да көмектеседі екен. Жалпы осы сәттілік барлықтарыңызға.